Қайырлы күн достар, сіздермен Зухра. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі және де жұмсақ болып шығатын пончикке дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қамырына керек заттар: қант, ванилин, тұз, қамыр қопсытқыш, сары май, сүт, ұн және де жұмыртқа керек болады. Алдымен ыдысымызға 300 мл сүт құямыз, 100 грамм қант және де жарты шай қасық тұз саламыз. Қамыр қопсытқыш саламыз 10 грамм. 15 грамм ванилин салып, жақсылап араластырып жібереміз. Ерітіп дайындап алған 50 грамм сары майымызды құямыз. 2 жұмыртқа салып, оны да жақсылап араластырамыз. Енді сұйық массамызға 600 грамм ұнды аз-аздан салып отырып, жақсылап қамыр елейтін боламыз. Мінекей, бізде қамыр дайын болды. Енді оның үстін пищевой пленкамен жауып, 40 минут жылы жерге тындыруға қойып қоямыз. Бізде қамыр осылай үлпілдек болып көтеріліп шықты. Енді қамырымызды екіге бөліп аламыз. Бөліп алған бірінші қамырымызды жақсылап домалақтап, ұн себіп жаятын боламыз. Жайып алған қамырымызды арнайы дөңгелектермен немесе стақандармен домалақ етіп ойып аламыз. Тағы да осылай пончиктердің ортасын кремге арналған насатканың көмегімен ортасын домалақ етіп ойып алатын боламыз. Дайын болған пончиктеріміздің үстіне жұмыртқаның сарыуызын жағып, 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Енді үстіне ганашын дайындайтын боламыз. Шоколадқа азғана сүт құйып, микроволновкада ерітіп алатын боламыз. Ал достар, біздің пончиктеріміз үлпілдек болып пісіп шықты. Ерітіп алған шоколадты ганашымызға пончиктерімізді батырып алатын боламыз. Дайын болған пончиктерімізді қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен өзім ақ шоколадты глазур дайындап алып, зебра сияқты әртүрлі жолақтар салып шықтым және де үстін ақ және де қара шоколадтармен әсемдедім. Ал достар, біздің пончиктеріміз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер және де барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.